Осыдан 300 жылдай бұрын қазағымның тарихына үлкен дақ түскен еді. Ол Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасы. Міне бүгін сол жайлы сөз қозғамақпыз. Өзі осыдай ғана болып отырған қазағымның 100 мыңға жуық әскері қырылды. Ал бұл кезде қазақ халқы бұндай мұңлы жылдарға дайын емес еді. Сол себептен де анасы баласының өліміне, баласы анасының өліміне куә болды. Ал бұл жылдар қазақ тарихында қара құрдым жыл болған. Қазақ тарихындағы ең ащы қасірет Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама оқиғасы 1723-1725 жылдар аралығында. 1718 жылы Тәукехан қайтыс болғаннан кейін қазақ хандығының әскери саяси қуаты әлсіреп, ішкі алауыздық билікке деген талас тартыс күшейе түсті. Нәтижесінде 1723 жылдың көктемінде қазақтың ата жауы жоңғарлар 7 түмен әскермен 7 бағытта Жетісу жеріне басып кірді. Жоңғар ханы Цевараптан қазақ жеріне найза садақпен емес, оттық қарулар зеңбірек мылтықпен қаруланған әскермен басып кірді. Жоңғарлардың шабуылы жойқын болғаны соншалық қазақтар 100 мыңға жуық әскерінен айырылды. Ал қорғансыз халықтың шығыны одан әлде қайда көп болды. Тіпті әрбір 10 адамның 4-і қаза тапты деген деректер бар. Қысты әрең қыстап шыққан қазақтар шетінен қырғынға ұшырады. Мал мүлік талан-таражға салынып, халық жаппай туған жерін тастап, бозып кеткен. Бұл оқиға қазақ еліне орасан зор ауыр тиіп, халықтың 3/2 бөлігінен айырылса да, қазақтың елдігі мен тұтастығын сақтау үшін 1726 жылдың күзінде қазақтың 300-нің өкілдері Ордабасы тауында бас қосады. Құрылтайда әр рудың билері, даңқты қолбасшы батырлары жауға бірлесіп тойтарыс беруге шешім қабылдады. Осы жиында біріккен бүкіл қазақ қолбасшысы болып Әбілқайыр сайланды. Нәтижесінде 1726 жылы Шұбар теңіз шайқасында жоңғарлар Әбілқайыр, Бөгенбай, Қабанбай, Саурық, Наурызбай, Жәнібек, Малайсары бастаған қазақ жасақтарынан ойсырай жеңілді. Артынша Ұлытау өңірінде Бұланты Білеуіт өзендерінің жағасындағы шешуші шайқасты тағы да жоңғарлардың тасталқанын шығарып, Ұлытауға жеткізбей тоқтатты. Бұл ұрыс тарихта Бұланты Білеуіт шайқасы болып қалды. Шұбырында Алқакөл сұлама жылдары біз үшін орны толмас қайғы. Ата-бабаларымызға осы сол жылдардың сұрапыл суығына да, ыстығына да, ашысына да төзгені үшін бізге осы бейбітшілік, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған жаман сыйлаған үшін де алғысымыз шексіз. Біз бұл оқиғаны ешқашан ұмытпаймыз. Бұл біздің тарихымыздың бір бөлшегі.